беретін маман бар да. Ассалаумағалейкум, құрметті біздің Жеңіс Орданың YouTube арнасының көрермендері. Сіздермен кезекті подкастымыз, сіздермен тағы да Жеңіс Орда жүйелі өсу ордасы. Алдарыңызда бизнес кеңесші, ұлт жанашыры, қаржы эксперті Жеңіс Есенгелдин және Жеңіс Орда жүйелі өсу ордасының маркетинг бөлімінің басшысы Мейір Касенхан және де мен медиа бөлімінің басшысы Бегайдар Бағлан. Бүгінгі біздің подкастымыздың тақырыбы қазіргі уақытта көпшілік қазақтың қабырғасын қайыстырып жүрген, мазасын алып, уайымын қашырып, ұйқыдан қашырып жүрген қарыз мәселесі туралы айтатын боламыз. Біз өзіміз қарызға қалай кірдік, және ол қарыздан қалай құтылғанымыз туралы өзара подкаст түсіретін боламыз. Ал Жеңіс мырза, біздің арамызда ең көп қарызға кірген, ең көп қарыздан құтылған, қарыздан эксперт деп айтамыз да. Өзіңіз туралы айтып кетіңізші, ең алғашқы қарызыңыз қалай болды, одан қалай құтылдыңыз деген тәрізді. Енді әңгімені өсті бәріміз қарыз, осындай уайым деп бастанда енді қалай көтеремін деген сияқты. Жақсы, енді қолдан келгенше кез келген нәрсе солай ғой. Басында қарыз кезінде адам қиналып жүргенмен артынан күліп айтады ғой негізінде. Бәрі айтады, мысалға студент кезін күшті еді дейді да, бәрі айтады студент кез күшті еді дейді. Негізінде студент кезінде қиналып жүрді ғой ол. Күшті болған жоқ ол. Аш жүрді. Өтіп кеткеннен кейін күшті да. Біреулер айтады армияға барғанда однополчандар армия күшті деп айтады ғой. Негізінде армия кезінде күшті болған жоқ, кейін күшті болады да. Сол сияқты бәріне де тілейтінім сол. Осы кездегі қолдарында қарыз болатын болса, қиналып жүрген болатын болса, ертең бұл келесіде бір күліп айтып отыратындай әңгіме болсыншы деп бүкіл қазаққа тілеймін осы нәрсені. Енді әумин деп қойыңыздар, бақыттарыңыз. Әумин. Шынымен де енді қазір бір нәрсені күліп айтуы мүмкін, бірақ күлетіндей жағдай болған жоқ ол кезде. Шынымен қарызға кірудің проблемасы, білмеймін, қарызға кірмеген қазақ жоқ шығар. Неге? Біз бәріміз, мысалға менің жағдайымда ақымақ қарыздарды көп алдым негізінде. Шынымды айтайын, ақымақ деп айтатын себебім адамдарға сондай болып көрінгім келді. Мысалға ол кезде енді сенің істеп жүрген жұмысың, мысалға мен мемлекеттік қызметте жұмыс жасадым ғой. Сол кезде жүрген кезде шынымен жұмыстың талабы сондай, андай киім, жақсы киім киіп жүресің да, костюм шалбар киіп жүресің. Екі костюм шалбарың болады. Онда әйтеуір бір арзанын, бірақ әдемісін алуға тырысасың. Богатый көрінеді деп па? Богатый көрінеді, бізде сондай бар ғой. Сосын соған бір жақсы 2-3 галстук алып аласың, болды. Сол көйлекті ауыстыра бересің да, қалай келе бересің. И адамдар жүрген кезде сені ана киімді көрген кезде сондай көп ақша табады деп ойлайды да негізі. И сөйтіп ойлап қалғаннан кейін сенен айлығыңды сұрайды, айлығың қанша деп біз айтпаймыз. Айтпағанда негізі ұялғаннан айтпайсың. Бірақ олар жасырып тұр, значит көп алатын болған ғой деген сияқты ойда қалады да. И ішінен солай ойлай берсін деп қоясың да. И адамдарға кім қаламайды? Кім қаламайды сен туралы бай екен деп ойлаған кім қаламайды? Бәрі қалайды да, мысалға. Негізінде бұл дұрыс емес шығар. Бірақ сөйтіп адамдарға солай болып көрініп аламыз да. Енді ана жерге барған кезде де мақтайды, ана жерге де барып мақтайды деген сияқты. Енді соған жету үшін шынымен де мысалға тойға барғанда көбірек ақша беру керек боласың. Мысалға сосын үстіңе уже қыс басталғанда үстіңе жақсы киім кию керек боласың. Сөйтіп сен енді таксимен жүре алмайсың ғой. Енді адамдар мынау керемет жақсы ақша табатын адам болса неге машинасы жоқ деген әңгіме болмай ма? Негізінде бұндай нәрсеге қарауға болмайды негізі. Қазір түсініп жатырмыз ғой. Сол кезде енді не істеймін? Енді мен өзімнің адамдардың алдында кедей екенімді көрсетпеу үшін машина алу керек. Машина қандай аласың сен? Бір жай ғана машина алмайсың ғой. Жаңағы жақсы бір, мынау ақшасы көп екен деген сияқты көрсету үшін дұрыс машина алғың келеді да. Жалпы былай ғой, адам баласы қолында бір 3 миллион болса, ол 3 миллион машинасын алмайды екен, ол 5 миллион машинасын іздейді. Не екен білмеймін, солай да. Сол сияқты қолымда түк ақша болған жоқ негізі. Сөйтіп жаңағы Қырғызстаннан машина алып келіп жатты адамдар. Сол кезде барып Қырғызстанға қыдырып барғанмын. Қайын жұртым саяқ болғаннан кейін. Сөйтіп машинаға қарап қайтайықшы дедім. Баға қалай болып жатыр деп. Сөйтіп қасымда бажам бар, бажамның енді жағдайы жақсы да ол кезде. Соны барып не істеп жүрсек, аралап жүрсек, Lexus RX 300 деген машина болатын. Әппақ, ішіне кірсең де әппақ, мен өзім сонда ақ машинаны жақсы көремін, іші ақ машинаны жақсы көремін. Сөйтіп кіріп ішіне отырып алып, мынау күшті екен деп едім. Бажам тұрды.
аласың ба дейді маған. Сосын кірдім де алам, бұйыртса алам ғой деп едім ғой. Менде ақша бар дейді. 8 миллион теңгемен 8 миллион екен да ананың сол кезде бағасы. Аласың ба деді. Менде ақша бар деді. Қара, бажам да мен туралы ақшасы бар деп ойлап қалған ғой ол. Қайтара алады деген түсіндің ба? Бажам жақсы машинамен жүр, негізінде ол кезде 470 екен. Ой, ол кезде мықты машина ол. Алам дедім, ақша бар менде, кейін құтыласың ғой деді. Енді анау мүмкіндік қой келіп тұрған. Көрдіңіз бе? Жібермеу керек. Жібермеу керек. Ар жағын ойламайсың, ертеңді ойламайсың ғой өмірі. Қарыз алатын кезде ертеңгі күнді ойламайсың. Анау эмоция ғой, көрдің бе? Қазір алып алсам күшті болады деген нәрсені ойлайсың да, ертеңгі күнді ойламайсың. Міне проблема осы жерден басталады да. Сотовый телефон сатып алып жатсаң да, машина сатып алып жатсаң да, үй сатып алып жатсаң да, сен бүгінгі күнгі рахатты, бүгінгі күнгі мақтаныш, бүгінгі күнгі нәпсіңнің рахатын ойлап қалады екенсің да. Біздің ең бірінші проблемамыз ертең не болады? Бұны қалай қайтарамын мен ертең деген нәрсеге ой жүгіртпеуімізді, көрдің бе? Ойландырмайды оны. Сөйтеді да сразу тұрамын да, жақсы деймін. Ол сразу сол жерде доллармен санап береді, еще доллармен. Көрдіңіз ба? Мен есептеуім бойынша 8 миллион болғанмен, ол доллармен. Ол кезде доллар төмен болатын. Ол 2015 бе екен сондай примерно. Содан алады да ақшасын төлейді, машинаға мініп алам, ой рахмет, жуып жүрсің ғой жаңағы, сол жердегі жаңағы бажаларыңа, басқаларға деген сияқты бәрі құтты болсын айтып жатыр, как будто өзің алып алған сияқтысың да. Соны айдап бармайын ба жаңағы ауылға? Айдап барып, мәз болып, әркімге машинаның ішінде отырған керемет жаңағы адамдарға көрсетіп деген сияқты. Сөйтіп 1 ай болды, 2 ай болды, 3 ай болды. 3 айдан кейін менің бажамның басында бір проблема басталады да. Енді өмір болғаннан кейін солай да. Жұмысынан шығып қала ма, жұмысынан шықпайды, бір жұмысында біреу оны подставить ете ма, сондай бір бәлесі бар. Сол кезде жаңағы көмектесу керек болып қалады жаңағы. Сол кезде жан жақтан бәрінен жаңа ақшасын жинап жатқан кезде маған хабарласып, жәке осындай жағдай болып жатыр, ақшамды қайтарасың деген кезде менде мә мына ақшаны қайтару керек екен ғой деген сол кезде. Көрдің ба? Енді не істеймін? Енді қайсысын табасың? Жоқ қой. Енді анадан телефонына бірдеңе деп жауап бере алмай сөйтіп жаңа депрессияға түсу басталды да. Вот сол кезде негізінде уайымдап отыра беретін болсаң, онда проблема болатын еді да негізі. Сөйтіп жүрген кезде бір нәрсе қайтару керек болды. Енді проблеманы қарасайшы, енді мен оған сол 8 миллионды қайтару үшін қазіргі менің істеп жүрген немен бизнесмен жаңағы қазіргі менің жаңағы айлығым ол кезде 97 теңге болды. Сол айлықпен жаба алмайсың ғой. Енді бір кәсіп жасау керек та. Сөйтіп кәсіп ашу үшін жаңағы теплицаны ашып, теплицаға тағы да инвестиция тартамын ғой біреуден. Бірақ бұл енді маған ақылды қарыз болып көрінгенмен, инвестиция болып көрінгенмен, бұл жерде де анау ойды қарасаңшы. Мына бизнесті ашамын, чтобы нені жабу үшін? Қарызды жабу үшін. Көрдің бе? Проблема сода болып жатыр да. Сөйтіп соны ашып көремін, рисковать етіп, жаңа тәуекел етіп, ананы ашып көремін, мынаны ашып көремін. Яғни негізгі менің ашып жатқан бизнестерім осы қарызды жабу үшін ашылды негізінде. Қазір айтып жүргенім сондай ғой. Яғни адам баласы егер біреуге қарыз болатын болса, сол қарызды қайтару үшін бизнес ашуға дұрыс болмайды екен да. Фокустың бәрі соған кетіп қалды да. Сөйтіп жаңағы 24 бизнес, осы уақытқа 24 бизнес аштым дедім де, 16 бизнесім жоқ болды дедім ғой қазір уақытта. Шынымды айтайын, басындағы 5-6 бизнесті бірден ашып жүргенім сонша, бәріне бірдей жаңағы инвестиция тарттым, өзім ақшам болған жоқ қой, көрдің бе? Сөйтіп ол бизнестерді ашқан кезде сол жерге тағы қарыз болып қалдым ғой. Көрдіңіз бе? Енді қазір суммасын айтсам енді шатасып қалып, шынымды айтайын, мен суммасын бір жерге жазып қоймаған екенмін да, миымда ұстаймын да ол нәрсені. Ол да проблема да. Сөйтіп ана қарыздан бәрі жинаған кезде енді примерно 25 миллионға жетіп қалды. Қарызды қарызбен жабамын деген осы да. Ең жаманы сол. Көрдіңіз бе? Сөйтіп жүрген кезде енді айтайын, кейін қалай шықтым дейтін болса, оны кейінірек айта жатармыз. Яғни ол кезде техника дегенде де білмейміз. Ел қалай қайтарып жатыр, солай қайтарам деп ойлайсың ғой. Елдің қайтару несі тәсілі тек уайымдау екен. Күте тұр. Ел осылай қайтарады екен да. Ел қайтармайды екен. Ел не болғанда да ана адамды көндіру, күтуге көндіру екен. Бар болған сол. Сөйтіп күтуге көндіре бересің, ол уайым жинала береді. Ну, жақсы 3 жыл болды. 3 жылдан кейін бізде мындай нәрсе бар да, үміт. Алла тағала бір күні маған қолыма бір жақсы табыс бере салады да, мен соны қайтара саламын деп ойлаймыз да. Жоқ, олай емес екен. Сол кезде жаңағы уайымды қой деген мәселе бар бізде. Сол уайымды қою керек болды. Соның өзінде білім алудың өзі оңай нәрсе емес. Қазіргі уақытта мысалға қарап отыршы, қарызсыз қазақ деген курсымызды жасап жатырмыз ғой.
Неге адамдар қатыспайды соған? Қатысудан қорқады. Ол адамда мындай нәрсе бар да, өзім быт-шыт болып уайымдап жүргенде бұл сабақты қалай оқимын дұрыс айтады. Адамның басында уайым тұрғанда білім ала алмайды адам. Білім алу үшін де адамның басы бос болу керек. Енді мен қазір айтамын адамдарға, сен уайымдап жүріп тамақ ішпеуің мүмкін, бірақ тамақ ішпесең өліп қаласың. Дұрыс па? Уайымдап жатқандар бар ғой, депрессияда жатқандар. Тамақ ішпеймін деп жатып алады. Бір күн ішпейсің, 2 күн ішпейсің, бір апта ішпейсің, амал жоқ ішу керек болады саған. Амал жоқ ішу керек болады. Неге? Сенің былай айтқанда зауқың соқпай тұрса да, аппетитің болмаса да өліп қаласың. Білім де сондай екен да. Яғни сен қазіргі уақытта мен уайымдап жатырмын, құрсыншы уайым болып тұрған кезде мен білім ала алмаймын деп айта бер. Бәрібір алу керек болады да. Егер кейін уақыт өткеннен кейін бәрібір алу керек болатын болса, онда неге қазір алмасқа деген нәрсе ғой. Сондықтан көбінесе айтатыным, қазіргі уақытта қанша қарызың болсын, 50 миллион бола ма, 100 миллион бола ма, қандай қарызың бола берсін, бар болғаны бір айға, бізде 16 күн ғой жаңағы, 16 күнге ойламай тұра тұршы. Бәрібір қашып жүрсің. 16 күн ішінде ештеңе өзгеріп кетпейді. Иә, 16 күннің ішінде сенің уайымыңнан ешнәрсе көбейіп кетпейді. Керісінше білімнен көбейіп кетуі мүмкін да. Сөйт та 16 күнге қарыз туралы ойламауға тырыс та. Түсіндің ба? Ал енді қалай ойламаймын дейтін болса, бір күн ойламауға тырысшы. Сосын бірінші күнге қатысшы. Бірінші күнде айтылған, оны қалай уайымдамау керек екені. Бірінші қадамы. Түсіндің ба? Сол бірінші қадам өткеннен кейін түсінесің.Есі вот 80% жалпы проблема уайымдаудан басталады деп осы айтып жүргенбіз. Сондықтан уайымды қою керек. Сосын барып сенің миыңа білім кіреді. Сол білімнің ішіндегі айтылған біздің техникаларымызды қолдану арқылы қалай шешілгенін өзің білмей қаласың. Мәке, сіздің историяңыз бізге қызық болып тұр. Сіз де біраз қарызға кірген адамсыз. Осыдан 1 жыл бұрын білем. Қарыз деп жүрдіңіз. Негізі қарыз адамның өмірінде андай бір не дейді ғой, переломный момент. Өмірін өзгертіп жіберетін сәттердің бірі сияқты. Сізде де сондай болған сияқты да? Иә, негізі ана қарызды ойлап уайымдап жүресің деп тұр ғой. Жаңа Жеңіс мырза айтты ғой, бағана 80% адам қарызын ойлап депрессияға кетіп жүреді ғой. Сөзде Жеңіс мырза не істеді жаңа? Бизнес ашудың амалын істеді ғой. Мендегі ең басында қарызым негізі өзімнің кәсіптерінде бастаған кезде бизнес қарсыз бастаған негізі бастаған кезде. Бірақ сол жердегі белгілі бір білімсіздік дейді ғой. Білімсіздіктен кейбір әрекеттер істейсің, содан соң не істейсің? Кәсаққа кіресің. Кәсаққа кірген соң оны жабу керек болады ғой. Соң не істейсің? Бірінші ең басында жігіттерге зарплата бермейсің, аласында олардың зарплатасымен қарыз жауып тастайсың да. Кәсәк деген осы жерде айтылған кәсәк деген нәрсе соқыр тәуекел ма негізі? Тәуекел ма? Иә, негізі кәсәк дегенді мен былай түсінемін ғой. Андай тәуекелдің өзі мысалы ақымақ тәуекел. Иә, анау вообще ақымақ та емес, одан да хуже сияқты болып көрінеді да ол ше. Себебі ар жағында не болатынын сен білмейсің, оны ойластырмағансың ғой, өйткені ар жағында не болатынын. Алам жігіттердің ақшаларын алып қарыз жауып тастаймын. Одан соң келесі жолы тағы да бір шығады проблема. Тағы да жауып тастаймын. И бір күні ойланып қарасам 2,5 миллион асып кетіпті сол ше. Сол 2,5 миллион 4 айдың ішінде асып кетіпті. Одан кейін өзімнің отбасы жағдайыма байланысты денсаулықтарға керек болып қалады. Сол кезде кредит деген басталды. Яғни қарызды тарта береді. Иә, қарыз тарта береді. Одан кейін тағы да бір өзімнің немде госсакпен айналысып жүрген кезде не болған бір өзім также білімсіздіктен компьютерлар апарып берем. И сол жерде мен компьютерларды апарып берген кезде пиратский нелер жасап қойған ғой, орнатып қойған ғой, программалар ше. И олар тұрады да ол кезде СЭР деп аталатын. Қазір ДЭР деп аталады ғой, департамент экономических расследований деп. И солардан звондап, олар тағы да не береді да, уголовное дело деп ше, мошенничество деп, причинение ущерба деп не қояды, дело қозғалады. И оның өзінің суммасы кәдімгі приличный сумма болып кетеді да. И одан тағы да кредит алам деп, и в общем бүкіл қандай банк бар, жалпы сол кезде бар ғой, бәрінен алып шықтым ғой. И одан кейін не істейсің? Ол уже
қарыз определенный бір переломный момент болатын кезі, ол жерде бітті, бәрі бітті, не істеймін, істейтін нәрсе болмайды да. И сол кезде определенный миының бір нәрселері или жақсылыққа, в общем, бант тона деген сияқты, или жамандыққа бір ой риск алып келеді да уже сол кезде ше. Тупо мынаны алып рисковать ету керек деп ше. Андай сияқты мысалға депрессияға түскен адам не арақ ішемін деп шешеді, не таудың басына шығып кетемін деп шешеді. Иә. Көрдіңіз ба? Яғни екеуі де шешім да негізі. Бірақ адамның нәпсісі не нәрсеге тартып жамандыққа тартып тұрады да, оңай жағына тартып тұрады. Сол сияқты көбіне жаңа сіздің қарызға кіріп кетуіңіздің себебі, бір қарызды жабуға екінші қарызды алып келу себебі, адам баласы мына бір жақты ойланады екен да, мына үйдегі затты сатып жіберу деген нәрсе ойланбайды, сабыр ету деген нәрсені ойланбайды, қазіргі тауып жатқан кәсібімдегі табысты көбейту деген нәрсені ойланбайды екен да. Өйткені қарыз алған адам ол құпия екен да. Яғни қарызды адам құпия деп санайды екен. Құпия деген қалай? Әйеліңізден жасырдыңыз ғой. Жасырдық. Мамаңызға айтқан жоқсыз. Папаңызға айтқан жоқсыз. Неге? Қарыз деген нәрсе негізінде адамның өзінің құпиясы деп ойлайды екен да негізінде. Көрдіңіз ба? Сол адам қай уақытта ешкіммен ақылдаспай, ешкімнің пікірін тыңдамай, өзіне құпия деп алады. Құпия деген нәрсені шешу үшін оның білімі болу керек екен да. Көрдіңіз ба? И проблема сол жерде басталады. Яғни қарызды қайтарып алмау себебі өзімен өзі қалады да, өзінің басындағы білімімен қалады. Көрдіңіз ба? Білесіз ба, бізге келген кезде адамдар 50 миллионға кіріп кеттім деп келеді ғой. Сосын айтамын, біле ма біреу десем, білмейді дейді. Күйеуім білмейді, білсе өлтіреді. Көрдіңіз ба? Мамам білмейді, папам білмейді, білсе өлтіреді дейді. Мен айтамын, сені уже мамаң өлтірмейді сені, папаң өлтірмейді, әйеліңді өлтірмейді, күйеуіңді өлтірмейді, сен өзің өлейін деп жүрсің ғой деймін да. Өзін өлтіресің. Сондықтан ауруын жасырған өледі деген сол да, қарыз ол ауру ғой. Көрдіңіз ба? Қай уақытта сенде ауру пайда болады, сен біреуге айту керексің. Оны біреу дегенде оны врачқа айтуың керексің, немесе сен қасындағы көмектесетін адамға мынаны қалай емдеуге болады деп айту керексің, түсіндің ба? Сол сияқты қарызды ауру деп санау керек те. Қай уақытта сен қарызды ауру деп санайсың, демек оны шешіп беретін нәрсе кім бар? Врачы бар сияқты. Қарыздың да ауруын шешіп беретін маман бар да. Тап сол сияқты адамдар ауру асқаннан кейін бар врачқа барады. Врач не деп айтады оған? Күт дейді, енді өліміңді де күт дейді, дұрыс па? Бізге біреулер 50 миллионмен келеді, мен басқа ештеңе сене алмаймын оған. Мен не деп айтамын? Ол еще адамдарға қарыз болса проблема емес қой. Жаңағыдай кредит келген кезде деген сияқты. Соның өзінде мен оған жаңа нені техниканы берген кезде, ол сол техниканы істеп барып, бірнеше жыл, былай айтқанда, бірнеше айлардың ішінде оны төлеп жасай алады. Көрдіңіз ба? Ал енді үлкен миллиондап доллар алып кететін болса, ол уже проблема. Тап сол сияқты мынау Құдай сақтасын, мынау раковый опухоль деген бар ғой, ісіктен қатерлі ісік деген нәрсе бар. Қатерлі ісікте де мысалға 4-ші стадияға деген сияқты шығып кеткен адамдар уже дәрі іздеп бастайды да, уже пайдасы болмай қалуы мүмкін. Сондықтан қай уақытта сен қарыз алдың, бірден аурумен салыстыру керек. Жасырмау керек. Вот көрдіңіз ғой, яғни сіз жасырдыңыз, жасырғаннан пайдалы болып. Одан кейін не істейсің? Ешкімге айтпайсың. Айтпағаннан кейін жаңағындай неше түрлі ойлар келді, ананы істеймін, алдау, мынандай деген сияқты ойлар келеді да. Бірақ былайша айтқан кезде, білмеймін, тәрбие дейміз ба, ондай дәтің бармайды да. Содан соң барлық қарыз алған адамдар, банктер бәріне короче вообще неткенде жоқпын. Үйге келеді ғой, өзімнің бір-екі ағайыным бар, білетін. Соларға кейде мен өзім қалада болмасам, баратын кезде уже примерно үйге уведомление келетін уақытта білесің ғой, банктен. Барасында есіктен алып кетші ана уведомление, үйге білмей керек қой. Үйге барады, өзіңде барасың, алып кетесің да. Бір-екі рет мынау не уведомление деп сұрайды. Нормально алдында мынандай проблема болған, мынандай болған. Соны соңғы шығар дей саласың да. Үйге уведомлениені көрсетпеу керексің ғой. И сөйін алдында, короче, бәрін тастадым. Қарызды жабуды да, кредитті жабуды да қойдым да. В общем, Алматыға кетіп қалдым ғой. И тупо сол кезде білімді іздеп, негізі қазір мысалы өзім ең басында осы маркетинг саласына таргеттен келдім ғой. Негізі былайша айтқан кезде қазір әлі күнге шейін өзім миллион табатын таргет болып көрген жоқпын негізі. Таргеттен ше. Сол қарыздың арқасында сол миллион табатын таргет болуптардың бірі болып кеттім ба деп ойладым ғой. Яғни сіз
өзіңіздің қарызыңызды мүмкіндік ретінде пайдалана алғаныңыздан да негізінде. Мысалға бізге келгенде қарыз қазақ бір болды ғой бізде. Сол жердегі адамдардың анализ жасап отырып, қалай олар қарыздарынан оңай құтылды деген, енді мен нәтижемді қараймын ғой, яғни мен нәтижеге жұмыс жасағаннан кейін қалай нәтиже болды, келесі адамдарға соны айту керек тағы да қосып деген сияқты. Соның нәтижені қарап отырсаң, адамдар өздеріне келген жаңағы проблеманы, қарызды үлкен мықты күш ретінде пайдалану. Бүйтіп айтады Конфуций ма, есімде болса, айтады, қандай да бір адам дейді, ақылды адам дейді, жел тұрса дейді, өзінің желкенін пайдаланады дейді. Яғни жел тұрды ма желкенін көтереді дейді. Кез келген қайық желкенін көтерсе жүреді ғой енді. Сол сияқты желді біреу ойбай жел болып кетті деме дейді, біреулер о жел болды дейді. Яғни желді қайыққа қалай қабылдайсың? Көрдіңіз ба? Сол сияқты желдің өзі проблема сияқты, қарыз келіп тұрма, сол қарызды қалай мен өзімнің өмірімдегі табысты болуға пайдаланамын деген сияқты. Вот Сайтмұрат Даулатов мысалға $2,5 миллион қарыз болған, 174 адамға қарыз болған. Сол адам осы қарызды қайтару үшін дейді, аналарды тұрғызып қойып, өзім бизнестер аштым дейді. Осы бизнестерді ашып, содан түскен табыстың қандай да бір бөлігін беремін деп шешім қабылдаған кезде 56 бизнес аштым дейді ғой. Сол 56 бизнес ашқаннан дейді, енді біреу жүргені бар, жүрмегені бар. Соның ішінен біртіндеп отыр оларға қарызды қайтарып 7 жылдан екен қарыздың бәрін құтылып дейді. Құтылғаннан кейін дейді, қазіргі мені миллионер қылған бизнестер дейді, соның себебінен ашылған бизнестер дейді. Көрдіңіз ба? Яғни Алла тағала негізінде бір қуанышты жағдай деп айтсам болады. Біз оны тілеп алмаймыз ғой. Алла тағала бізге бір жақсылықты қаласа, оны бір проблема арқылы алып келеді екен. Көрдіңіз ба? Сол сияқты негізінде Алла тағала бізді жетістікке жетсін. Ол байлық сұрады ғой. Байлықты берейін деп бірден сенің үйіңе жаңағы чемоданмен әкеле салмайды. Осы жолды саған көрсетті. Ол білді сен осы нәрсені шешетініңді. Алла тағала адамдарға көтере алмайтын сынақ бермейді деген сол нәрсе. Вот тағы да айтамын, егер біреудің қарызы болатын болса, демек Алла тағала осы қарызды шеше алатыныңды біледі. Көрдіңіз ба? Яғни бізді қорламайды ғой. Яғни шеше алатынын біледі. Егер сен ой мен бұны шеше алмаймын деп қолды бір сілтейтін болсаң, нағыз бақытсыздыққа өзің түстің. Көрдіңіз ба? Ал егер сен соны шешу жолдарын іздеп тауып, саған беріп тұрған мүмкіндіктердің барын іздеп алатын болсаң, ең соңында бағана айтқан сияқты, ең соңында күліп айтып отырасың сол нәрсені. Именно осы сіздің сөзіңіз бар емес пе? Адам баласына тек көтере алатын сынақты береді деп. Мен өзім осыдан 3 жыл бұрын $6,000 қарызға кірген кезде, енді адам уайымға салынады, мен неғып бұндай болып кетті деп уайымға салған кезде, именно осы сөз менің жаныма желеу болғанда, отырып ойландым да, мен неге қарызға кіріп кеттім деп. Өткенге ойланасың, былай істеу керек еді, былай істеу керек еді, может былайынан істеген кезде қарызға кірмейтін бе едім деп ше. И сол кезде осы сөз жанымды жұбатты да, Құдай саған осы сынақты берді, себебі сені осы сынақтан шығып, одан да мықты болатынын түсінді. Адам өмірге деген көзқарасты өзгертті. Мынандай келген қиындыққа екі түрлі қарауға болады екен да. Жалпы өмірді сынақ деп алып, бұны қиындық деп қабылдауға болады, болмаса бұл келген қиындықты мүмкіндік деп қарастыруға болады екен да. Бір ситуацияны екі жағынан қарауға болады екен. Мен басында осындай көзқарас болды, мен сынап жатыр Құдай, мен қиналып жүрмін, не жазып қойдым, кімнің ала жібін аттап қойдым деп ше, депрессияға түсіп, бұл қарыздан қалай құтылам енді деп сөйтіп жүрдім. Біраз уақыттан кейін осы қарыз мәселесін тағы ізденіп оқу барысында түсіндім да, бұны мүмкіндік ретінде қарастыру керек екен. Адам қаншалықты қарызға кірді, оның соншалықты табыс таба алатын потенциалы бар деген сөзді естідім да. И сосын мен жаным жылып қалды. Демек мен $6,000 қарызға кірдім ба, значит мен $6,000 ай сайын таба алатын менің деңгейім бар екен ғой, менің ішімде сондай потенциал бар екен ғой деп керісінше шүкіршілік айтуды бастадым да. Айтып жатыр ғой, осы қарыз мәселесі менде осы мен бағытынан бұрып жіберген екен. Мен негізі дәрігермін. 6-7 курс оқып жүрген кезде осы $6,000 қарызға қалай кірдім. Кейін резидентураға оқыдым. Мен осы жүріспен жүре беретін болсам, мен ана қарызды точно қайтара алмайтын едім да. Жақын арада ше, ол ұзаққа созылатын. Банктен қарыз алғанмын, өз атынан тағы біреудің атынан қарыз алғанмын, екі жақтан
ол кемінде 4 жылдан кейін қайтарылады да, банк несиемен еще 2 есе қайтарасың. Соны білгеннен кейін анау қарыз адамда тығырыққа тіреген кезде адамның миы жаңа мәке айтты ғой, басқаша ойлана бастайды, басқаша жолдарды іздей бастайды деп. Так как енді біздің тәрбиеде жаңа ұрлық, қарлық деген болмайтын болғандықтан басқаша ізденіс жолдарын қарай бастадым да. Қосымша курстар оқып, жаңа мобилография дегенге өзім жаным жақын болды да. Сол арқылы бизнес жасау керек екенін ұғынып, осы арқылы осындай кезде бір жасайын деп, бизнес жасайын деп жатқан жүрмей қалады ғой. Андай бар емес пе? Құдай бір айналдырса шыр айналдырады дейтін сөздер бар емес пе? Именно өзің қарызда жүрген кезде бірдеңе бастап көресің, ол вообще одан сайын быт-шыт болып кетеді, одан сайын депрессияға түсіп кетесің. Андай жынданған кездерім болды. Ой, мен қолымнан келген бәрін істеп жатырмын ғой, неге болмай жатыр деп ше. Кейін өйстіп мобилография саласын дамытып, осы жақтан табыс таба бастадым да. Айтайын дегенім, осы келген мүмкіндік, келген қарыз, ол сізді сынау үшін емес, ол сіздің кезінде қылған дұғаңызды орындау үшін, сізді қайрау үшін берілген деп қарау керек екенін көзқарасты өзгерту керек сияқты. Осы моментте кеше бір адам дайретке жазыпты, мен осы туралы жазған едім ғой. Сын деген сөзден шыққан, сынау деген сөзбен, сынақ деген сөзбен сындыру деген сөз екі түбірі бір да негізінде. Бұл сені сындыру үшін келді ма, сынау үшін келді ма деген сұрақты қойып сториске жазған кезде бір адам жазып жіберіпті, Аллах тағала мені сындырды ғой деп жазып жіберіпті. Адам көргенде шошып кеттім. Енді бұл кісі Аллаға шағым айтып жатыр ма деген сияқты. Сөйтіп оған жұбату сөзін жаздым. Мен бір деп айттым, Аллах мені сындырды ғой деп қай уақытта айтылады? Өліп қалғаннан кейін айтылады мүмкін. Сындыру ол өлудан негізі. Мен айттым, сіз тірісіз ба? Тірісіз ғой, өлген жоқсыз ғой деп едім. Өлген жоқпын дейді. Сіз қайдан білесіз? Сіз өлмесеңіз, демек сіздің алдыңызда бір қуаныш бар шығар. Көрдіңіз ба? Сондықтан айтамын ғой, егер сіз өлмеген болсаңыз, демек бұдан шыға аласыз. Көрдіңіз ба? Ал сізді өлтірмейтін зат сізді мықты қылады деген нәрсе бар. Көрдіңіз ба? Яғни адам баласы өлді деген сөз, шаруасы бітті деген сөз да. Сіздің шаруаңыз бітпепті. Яғни шаруа бар екен. Алда шешетін шаруалар бар екен. Көрдіңіз ба? Сондықтан сындырды деп айтуға болмайды екен да. Бұл өмірде ешкімді былай айтқанда Алла тағала бізді сындыру үшін жаратқан жоқ қой. Мен өзім үнемі айтам, бұл өмір фортепиано сияқты деп. Неге десе, оның ақ және қара пернесі болады деп. Бірыңғай ақ перне болмайды, бірыңғай қара перне болмайды. Егер сен мәнді өмір сүргің келсе дейді, фортепиано сияқты дейді. Егер сен әдемі сазы музыка шығарғың келсе, ақ пен қара пернесін қатар отырып басасың дейді. Сол сияқты өміріңде мәнді болу үшін ақ жерінде қара пернесінде қатар бас ойнау керек екен дейді. Сол кезде өмірдің дәмін, бақытын сезінесің дейді. Осы жерде бір айтады ғой, көп қолданады ғой адамдар. Жизнь состоит из черной полосы и белой полосы деп айтады ғой. Мысалы, өмірде деген қара полоса болады екен, ақ полоса болады екен деп айтқан кезде бір үлкен бір ғұламаның сөзін естідім. Өмір дейді, ақ полоса мен қара полосадан тұрмайды дейді. Бұл шахматный тақта сияқты, шахматтың тақтасы сияқты дейді. Ол сенің жүрісіңе байланысты дейді да. Негізінде, яғни сен өзің таңдайсың дейді. Ақ жолмен жүресің ба, қара жолмен жүресің ба деген сияқты. Сол сияқты шынымен қарағанда аңдап басып жаңа дейді. Ақырын жүріп анық бас. Ақырын жүріп анық бас, еңбек етпес далаға деген сөз. Сол сияқты. Ну енді фигурасын қарап отыратын болсаң, аттың жүрісі Г образный ғой. Ол қанша жерден ақпен жүремін дейтін болса да бәрібір қараны басып қояды да. Иә. Енді біз атқа ұқсаймыз ғой. Қазір ат мінезді дейсіз ғой, жылқы мінезді. Андай болу керек та, адам бір алдына мақсат қояды, сол жолға жетсе жақсы, жетпей орта жолдан сүрініп кетсе, оған сынып қалмау керек та. Наоборот, бұл оны одан сайын мықты қыла түседі дегенге сену керек. Неде, мысалы, особенно депрессия түскен кезде, мен мысалы депрессия түскендер бүйтіп айтатын ем да, сен проблеманы шешіп көрші, сыну оп-оңай ғой деп ше. Айтқан сияқты ғой, кедей болып оп-оңай ғой, бай болып көрші, мықты болсаң деген сияқты ғой. Әйтпесе ана депрессияны егер сынықпасаң, ол проблема шешілмейді, ол сен балаларыңа проблема болып қалып кетеді ғой. Әйтпесе қазіргі неде, мысалы қазір қоғамда әйтпесе кредит деген бөлек түсінік, қарыз деген бөлек түсінік болып бара жатыр емес пе? Енді қарызың бар ма десе, Құдайға шүкір қарызым жоқ дейді.
кредитің бар ма десе, кредит бар ғой дейді. Яғни кредит деген нәрсе бұл жерде неге олай дейді білесіз ба? Біздер көбіне адамның көңіліне қараймыз да, бір банктың көңіліне ешкім қарамайды. Сондықтан біз қазіргі уайымымыз біздің негізі ана адам қыспақ жасайды да негізі. Сондықтан мен ойлаймын, қазіргі уақытта не болса да адамнан қарыз алмай қояйыншы, кредит алайыншы, ең болмаса кредитте телефонды алмай қойсаң бола береді. Әйтеуір бірдеңе қылып штраф төлеп шығам деген сияқты болады ғой, бұл да дұрыс емес та. Яғни біздің қарызды құтылуымыз ол ана адам үшін болмау керек. Яғни көп адам қарызды қайтарамын дейді, өзінің қайтаратын несі жоқ, желание дейді ғой. Өзінің қайтаруға желаниесі жоқ адамның. Ана адамның желаниесін орындағысы келеді да ол. Мен әрқашан айтамын, бізге келгенде техникада айтамыз, мына қарызды қайтаруға ниеттену ана адамның разылығын алу емес, Алла Тағаланың разылығын алу. Демек, сен ол адамды ойламауың керексің, өзіңді ойлауың керексің. Мына мен осы қарызбен қап кетпейін, осы қарыз мені құртып жібермесін деген, көрдіңіз ба? Сол кезде ойлаған кезде біз өзімізге фокус қоямыз да. Ал ана адамды қоятын болсақ, онда біз әрқашанда ана адамның аузын жабумен боламыз да. Жақсы, банктың да аузын жабарсың, анау Мұраттың да, Арманның да аузын жабарсың, бірақ сенің қарызың төленбейді ғой. Көрдіңіз ба? Сондықтан уайымды қою деген мәселеде бізде техникада көрсетеміз. Уақытша ана адамға айту керек. Сен кішкене маған маза бере тұр. Көрдіңіз ба? Сен маза бере тұратын болсаң, мен өзімді ойлай тұрайын қазір. Көрдіңіз ба? Сен ойламайды. Біздің проблемамыз қарызды қайтаруға деген фокусымыздың болмауы, біздің әрқашанда фокусымыз бір адамдарда болып тұрды. Ананың көңілі не болып қалады, анау жаман сөз айтып қоя ма, анау ренжіп қала ма деген сияқты. Жоқ, қарыз қайтару бір үшін болмайды, өзің үшін болады. Өзіңнің жаныңды алып қалу үшін. Еще мынандай ғой, қарызды алып жатасың ғой. Алып жатқан кезде в основном деп айтайыншы, адамдарда неден проблема болады, потому что ол қарызды алады да, ол мен мына жерде жұмыс істеп жүрмін, или мына жерден табыс көзім бар, мен сонымен қайтара саламын ғой деп расчет жасайды ғой басында. Ойындағы ақшаны жұмсап жүреді. Ойындағы ақша, ол ақшаны әлі тапқан жоқ ол адам. Алады да, бірақ ол ақшаны уже ақшамен уже кредит қайтарып жатырмын деп ойлап қояды да. Бірақ ертең ол мысалы алдындағыдай 2020 жылғыдай пандемия болады, жұмысынан шығып қалады. Болды, ана қайтаратын возможность басқа запасный вариант ойластырмағанда ол адам. И одан кейін ол не істейді? Ол мысалы общий 100 000 теңге мысалы тауып жүрсе, мысалы iPhone алды, айына 20 000 теңге төлеймін, 80 000 теңге бар ғой деп ойлайды ғой. Ал оның ішінде ол 80 000 теңге бар, ол 80 000 теңгесі негізі өзінің тұрақты шығыны бар, бала шағаның киімі, тамағынан кетіп қалмай ма? Ал ол не істейді? Анамен төлеп жүре беремін деп ойлайды да негізі. Ал одан кейін ол iPhone шығады, iPhone-да алды, iPhone-дан кейін ол тұрады да тағы да наушнигін алғысы келіп қалады. Одан чехолын алғысы келіп қалады, соны бірге тұрады да өзінің планынан негізі нәпсі планын бұзып жібереді да, бірақ ол байқамайды, мен осознанно жасап отырмын деп ойлап қоятын сияқты да. Еще SMS келеді ғой, шахнаман SMS келіп, қандай банкке білмеймін, біз саған одобрить еттік кредит алуға осындай деп. Адам өз қарыздан әрең құтылған кезде біз саған қарыз алуға, кредит алуға күшті мүмкіндік жасап бердік осынша процентпен. Оққанда жоқпын ананда. Ананы көріп қынжылдым да ше. Адам қазақтар өз қарыздан құтыла алмай жүргенде оған реклама жіберіп жатыр ғой, сен кредит ал деп ше, қарыз ал деп. Сол жақтан қылды. Қызға айтайын ба? Қарыз алатын адам ақымақ болмайды екен. Қалай сонда? Ақымақ адам қарыз алмайды екен негізі. Ақылды адам. Ақылды адам алады екен. Неге? Сен менен сұрап көрші, миллион теңге сұрап көрші. Сен ақымақ болсаң, менен сұрап ала алмайсың сен. Бермейсің ғой деп па? Сенің тіліңнен де дұрыс сөз шықпайды, сен сендіре алмайсың мені. Мен просто жай ғана саған миллион теңге бермеймін. Сен сондай қабілетің бар, мені сендіре алатын ше. Түсіндің ба? Қалай бергенімді білмеймін, саған беріп қоямын да, ақшаны, түсіндің ба? Демек, сенде қандай қабілет бар? Бір нәрсені өткізу, яғни өзіңді өткізу, көрдіңіз ба? Енді сен бүйтші, қарыз алу оңай емес осы нәрсені. Бір тауарды сатып жіберуге қолданшы осыны. Мына iPhone-ды алды, білмеймін, 400 000 теңге алды, біреуге 450 000 теңгеге, мына iPhone-ды бар емес пе, көндірші осы 450 000 теңгеге алуға көндірші.
қарыз емес ол, қарыздан да жеңілірек. Саған қарызға беріп тұрған жоқ, мынаны алуға көндірші, сен көндіре аласың. Біз көрдіңіз ба, мен айтамын, казинода жүрген жігіттер бар ғой, мықты жігіттер ғой. Ол жігіттер бір бизнес ашса миллиардер болып кететін жігіттер ғой. Ми жаман қатты жұмыс істейді. Бір жерде отыра алады ол ше. Анализ жасай алады еще тәуекелге барады да. Қандай мінез керек деймін да, чтобы казинода отырып, сол жерде күн ұзаққа отырып, бәріне қойыңдаршы деп, не десең оде деп қойып, өзінің эгосымен ол жерде отырып, ақшаны санап, еще жаңағыдай біреулерге былай айтқанда әлсіз адам бар ма енді, ол кілең жаңағы мықты жігіттер бар еді ғой жаңағы, бірдеңе десе не деп жауап бере алатын деген сияқты көрдің ба? Сондай мимен казинода жүрмей ма ол? Сол нәрсені алып бар ғой, бері қарай алып ше, именно сол қабілетті бизнеске жұмсашы, жаман бизнесім болады ғой. Міне Бағлан мысалға. Әбдірайымов. Жақында бізде Бағланмен де болады, Аллах. Әбдірайымов Бағлан казиноға кірген кезде, мен білесің ба? Вот Бағлан айтады әрқашанда, мен оның ой қабілетін өзгертуге себеп болған адаммын ғой жаңағы. Мен не үшін қайта қасында не істей береді? Қай жерде айтамын, Бағлан, сен бар ғой, қабілетің мықты сенің, просто сен басқа жаққа қолданасың деп. Соны түсініп, содан шығып, қазір уже кино түсіріп жатыр да. Көрдіңіз ба? Бейт кезінде мен дейді 100 миллионнан артық қарыз алып казино ойнап едім дейді. Қазір мен 100 миллионнан артық қарыз алып кино түсірдім дейді да. Түсіндің ба? Мынаның пайдасы жоқ дейді. Бұл зияны бар дейді. Мына киноны шығарып жатыр, енді адамдарға пайдалы болады дейді да. Мен істей алады екенмін ғой дейді. Көрдің ба? Яғни ол баяғы Бағлан осы энергиясын, қабілетін басқа жаққа бұра салды да. Вот міне, мына жерде отырған адамдарға қарызы болатын адамдар болатын болса қуану керек. Бұл бір Құдайдың адамға берген бір қабілеті да. Мысалы, саған бір ручка берсе, сен онымен әдемі қисса, дастан, өлең жазасың ба, әлде біреудің көзін шықпай аласың ба деген сияқты әңгіме болып тұр. Мына телефонның ішінде комментарий жазып отқанымды айтамын да. Негізі жаман жазады ғой, андай оңбаған комментарий жазады ғой. Мен айтамын деймін да, сен не деген ой деймін да, не деген ой деймін. Просто жақсы жазатын болсаң, мықты жазатын енді сен негізі. Көрдіңіз ба? О да жазу қабілеті болып тұр ғой. Қорықпай. Енді оның жаңағы естіген әңгімесі дұрыс болмағаннан кейін, оқыған кітабы дұрыс болмағаннан, кітап оқымайды ғой енді. Естіген әңгімелер дұрыс болмағаннан дұрыс емес сөз шығады да. Мен деймін да, адамда тіл бар деймін да. Адамда тіл бар деймін да. Бірақ сенің тілің, көзің не көрсе, құлағың не естісе, соны айтып береді да. Көрдіңіз ба? Бірақ тіл жүйрік та. Сол сияқты сенің тілің бар екен, ұрысуды біледі екенсің, жаман сөз айтуды біледі екенсің, бар болғанда жақсы нәрсені көрді, жақсы нәрсені естіш, осы тілмен жақсы сөз сөйлеп бересің да. Көрдіңіз ба? Қара, Гитлер кезіндегі мысалға. Ақылды адам ба, ақымақ адам ба? Ақылды. Ақылды адам ғой. Мықты ақылды. Ақылды болды, бірақ ол басқа нәрсеге жұмсады. Егер сол дұрыс нәрсеге жұмсайтын болса, керемет ғұлама болып кететін еді ол. Соған байланысты бәрі. Неден қарыздар талантты ашады дейсіз ғой, кәдімгідей неше түрлі нелерден. Ана еще. Бірақ қай уақытта ашасың сен? О, күшті екен деп қазір қуанып бәрі отырып видео болмайды ол. Ол ана ұстазға бару керек та. Айтып жатырмыз ғой, ұстаз не үшін керек деген кезде, ұстаз сенің бойында кедергі емес, сенің бойындағы мүмкіндікті көреді деген сияқты. Вот міне келді мысалға, келіп жатыр. Сен де келдің бізге, сен де келдің бізге. Не таптың бұл жерден? Сен бар болғанда бойыңда мүмкіндікті аштың да. Көрдіңіз ба? Біз сондай орта жасап бердік, что сен сол мүмкіндікті аша алатындай деген сияқты. Өзіңмен өзің бола берсең болмайды ғой. Мынандай нәрсе, данный моментте менің миым мені осындай қарызға кіргізіп жіберді да. И енді қарыздан шығу үшін мына ми жарамайды да. Өйткені мына ми мені мына жерге дейін жетіп тұр да деңгейше. Ал одан шығу үшін маған уже басқа білім керек, басқа ми керек та. Мен де именно осы үшін қосымша курстар оқи бастағанымда айтады ғой, білмеймін, осы кезінде менің достарым ше, ой, не курсқа барып жүрсің деп айтатын еді. Қазір үйрететін болды, не істеп жүрсің деп ше, бізге де айтсай деп. Адам қосымша білім алу керек екен бәрібір. Өйткені адамның миы, жалпы адам берміз бе ше, жер бетіндегі ең бейімделгіш жаратылыс екен да. Қанша миллиондаған жылдар бұрын мамонт дегендер барлығы қирап жоқ болып кетті. Ал адам соның барлығын өтті да. Демек адам өзінің жаратылысынан адаптация бейімделгіш келеді. Сол сияқты адам қарызға кірген. Оның ішінде қазақ еще. Мықты үйреніп аламыз ғой біз. Иә. Біз ең жер бетіндегі орысшаны акцентсіз сөйлейтін халықпыз. Ағылшыншаны акцентсіз, арабшаны акцентсіз. Қандай тілді үйренеміз, соны акцентсіз сөйлейді екенбіз. Олар қазақша сөйлей алмайды, без акцент. Олар сөйлей алмайды. Айтқым келгені, яғни
қарызға кірген кезде сен сол ситуацияға бейімделе отырып қосымша білім ала отырып сенің одан шығып кететін потенциалың бар да, кез келген адам несі сол. Тағы бір айтқым келіп тұрғаны, бұрын өзіміз қарызда болғаннан кейін қарыз адамның психологиясын түсіндік та, енді қазір соңғы уақытта өзіміз қарыз беретін болдық та, қарыз берушінің психологиясына көштік қой. Ол кезде мынандай болады екен, біреу менен қарыз алды, 600 мың теңге көлемінде, жоқ болып кетеді да. Айдың соңында там осындай уақытта беріп тұрам дейді, жоқ болып кетеді. Сен анаған звондайсың, алмайды, SMS жазасың, дайректтен жазасың, WhatsApp-тан жазасың, ВК-тан жазасың, нерв боласың ше. Сөйтсе ана кейін қарыз қазақ дегенде түсіндің ғой, неге одан екенін ше. Сөйтсе оның бәрі мәнісі жаңа мен бұрын білмейтінмін, жаңа қарсыз қазақ дегенді көріп отқаннан кейін бар түсіндім да. Оказывается, маған оның ақшасы керек емес екен да. Маған оның бағлан, мен осындай нәрсе істеп жатырмын, осындай нәрсе жасап жатырмын. Күте тұршы, қайтарам, ол менің мойнымда ше. Бірақ мен құр әшейін жатқан жоқпын. Құдай менен тіле, менің жақсы қайтарғанын тіле, мен құр болса жатқан жоқпын деген бір ауыз сөзі керек болған екен ғой маған ше. Ал ол не қылды? Ол менен ақша сұрайды деп қорқып телефонды алмай қашып жүрді ше. Бұрын қарыз алушының емес, қарыз берушінің де өзінің бір проблемасы болады екен да. Біреуге қарыз көп беріп тастаған адамда осы курсты оқу керек па деп қалдым. Мына мысалға бүгін ғана жаңағыны келатқан кезде қарызымды қайтарып отырғандар. Мына қарызымды қайтарып отырғандар біздің курсты оқып алған да. Маған қарыз адамдар бар ғой. 2 адам бар қазір енді крупный қарыз. Оларға анман бәрін айтамын ғой, қалай қайтарудың техникасын. Соны үйреніп алған еще. Мен оларға маза алмаймын. Мен үндемеймін. Аптасына жіберіп тұрады маған ше. Маған да жақсы да ол ше. Мен жаңа ғана жіберіп отыр. Ішімнен қуанып отырмын да. Ол адамның түсінгенін айтсайшы деген сияқты. Екеуміз арамызда ешқандай нәрсе жоқ, бірақ қарыз қайтарылып жатыр да. Сол техника арқылы маған қайтарып жатыр. Егер вот сіздерге қарыз адам болатын болса, өздерің ақша төлеп қатыстырыңдар осыған. Связь жоқ қой мен. Жоқ болып кеткен ғой. Неде көріп отырса не қылатын шығар, хабарға шығып. Еще қазіргі ненің бір проблемасы алдында, осы жақында, бір 2 аптаның ішінде ғой деймін. Бір досым, танысым бар, соның інісі 18-ге толды да. 18-ге тола сала, мені сол кәдімгі жаныма кәдімгі жаман батты. 18-ге толған кешегі бала, 18-ге тола саласымен ертеңгісі күні Каспий банкке барып, iPhone оформить етіп отыр ғой. Арманы болған ғой. Аха. Қараңызшы, сонда ол уже 18-ге тола сала, ана нәрсені норма деп түсініп келген ғой ата-анасынан ше. Ата-анасы үйдегілердің барлығы Каспиймен алған ғой енді. Иә. Сол кезде қара, соңын жаңағы досым айтам да, сен оны тоқтатпайсың ба десем, мен оны айтқам дейді, бізге айтпай алып отыр ғой оны дейді де. Ол неткен кезде білмеген ғой, шутан кредит алатын кезде 2 танысың ба, 4 танысың ба атын жазушы еді ғой. Сөзді ол просто звондайды деп ойламаған, просто братының номерін бере салған ғой. Еще ана өтірік табысын көп қожа жүресің ғой. 100 мың атын кімді алдап жүрсің дейсің ана жерде. 200 мың атын болсаң 300 мың деп. Сол кезде бір жағынан бізге жалпы банковский системада нелерді олардың жүйелерінде кішкене ограничение қою керек сияқты ма деп ойладым да, потому что ана 18-дегі бала енді негізі жігітте деп айтуға болады ғой, бірақ енді банктің ешқандай қатысы. Негізі банктың клиенті ол 90% адамда, 90% кішкене ойланғысы келмейтін деген сияқты. Енді айтпай қойық, ойланбайтын, ақылсыз демей қойық, баға айтқан сияқты ойланып тұрған адамның өзінің миына кіргізіп жібереді ғой. Сен жеңіл өмір сүргің келетін болса, сен бәрін ұмытқың келетін болса, онда қарызы ал деп шақырды. Яғни олар клиент қой енді. Банкте басқа клиент кім болады енді? Қалай ограничение қоясың? Мен, например, просто ана балада мысалы жұмыс істемеген ғой, пенсионка бір нәрсе, пенсионка жоқ болса да бере салған ғой, көрдіңіз бе? Жоқ, бере салғанда былай ғой. Банктың, мен енді өзім кезінде кредит алдым ғой, білем ғой. Папама машина алып беремін деп, оны айтпаппын ғой жаңағы. Ой, жас кезімде ең бір 2007 жылы папама машина алып беремін деп, не десейші, жұрттың бәрі жаңағы машина алып беріп отыр ғой әке-шешесіне. Соны мен де алып берейін деп, ағамыз екеуміз қосылып кредит алғанбыз. Айына 17 мың теңге ме, сондай төлеп тұратын деген сияқты. Соны алатын кезде барған кезде банктық қызметке келіп отыр. Оларда андай ғой, барьер қояды да, жаңа типа мынандай беру керексің, жаңа не
доходың осындай болу керек деген сияқты. Соны тұрмын да шындығымды айтпаймын ба барып, менің бар болған табысым осындай ақ айына түсетін, үйімде осындай, пока бір бала, ол кезде бір бала болды, бір бала бар менде, әйелім жұмыс істемейді деген сияқты сұрақ қойған кезде, ана сол жерде оформить жатқан мамам бар емес па, былай деп жаза салсайшы, көмектеседі саған ше, кредит алуға көмектеседі. Ол кредит алуға көмектеседі, бүйтіп жаза сал дейді. Сосын мен айтамын, әйелім жұмыс істейді деп жаза сал дейді. Осындай жерде жаңағы бір нәрсе деген сияқты. Жұмыс істемейді ол десе, жазсайшы дейді. Көрдің ба? Яғни олар көмектесіп отыр. Сөйтіп, ол өзі саған өтірікті айтқызып, сол өтірікке сендіреді. Яғни жауапкершілікті саған беріп тұр да. Көрдіңіз ба? Ертең оны ешкім тексермейді. Сосын барып айтады, мына жерге мынаған неге бердің деп айтатын болса, өзі жазып берді солай деп, мен сенімге тура келді дейді, болды. Қол қойдың ана жерге, 1000 қағаз қол қойғансың, 1000 қағаз қол қоясың, ешқайсысын оқымайсың ғой. Оқымайды оның ішіне. Біздің ойымыз ақшалы керек болып тұр ғой. Қай уақыттан ақшаны бізге береді, одобренді берген кезде аспанға секіріп, бізге бір лотерея беріп жатқан сияқты, бесплатно ақша беріп жатқан сияқты аспанға секіріп, қуанып алып аламыз ғой. Олар солай жасайды да, чтобы сен қуану үшін саған барьерлерді қояды, и осы барьерлерден сен шығарып жібереді, өзі шығарып жібереді да. Алдыңа нені жаңағы кедергіні қойып, өз қолымен алып тастайды да сол кедергіні. Сонда ол сен анаған маған жанашып тұр деп ойлайсың да. Бір жетістікке жеткен сияқты жүрсе болады. Маған көмектесіп жатыр деп ойлайсың. Болды. Ал егер ойлашы, келіп саған қарызды бермей жіберсе, я болмаса немесе ашық, ешқандай справка тапсырмай ақ қой, ал десе, сенде андай ой болады да, қалай деген сияқты. Сол сияқты біздің жаңағы курстарымыз солай ғой. Біздің курстарымыз осындай нәтижеге шығасың десе, қалай ол сондай тез? Адам бұрын соңды істеп көрмеген нәрсені қабылдай алмайды, ол мүмкін емес. Енді қара, біз осы нәрсені арзан қылып беріп жатырмыз десе, арзан болса не болмай тұр ғой, пайдасы жоқ шығар деген сияқты. Тегін беріп жатырмыз десек, тегінің пайдасы жоқ дейді. Көрдің ба? Адамға не керек? Қымбат десең де болмайды. Қымбат десең, бізге неге тегін бермейсің? Ешкімнің бір несін ала алмайсың да. Мына шетелде сондай екен. Америкадан келген бір жігітпен сөйлесіп отырсам, көшеде біреудің сумкасын көтеруге болмайды. Көтеріп жіберуге болмайды. Еш уақытта баланы еркелетуге болмайды. Бір бала біреуді көріп, қандай кішкентай. Көшеде көріп қалған. Қандай жақсы бала деп біз қазақтар айта береміз ғой. Соны айтсам бітті. Жаңа айтатын болсаң, сен педофилсің оған. Біреудің сумкасын көтеріп жіберейін десең, сен ұрлықшысың. Көрдіңіз ба? Яғни оларда жоқ ондай нәрсе. Алынып қалған жоқ, уже мидан шығып кеткен сөйтіп ма? Демек, өмірде ондай адамдар болмайды деген нәрсе болып кеткен да. Мүмкін емес, оның көмектесу мүмкін емес, потому что қалай ол баяғыда болған ол. Қазір ондай мүмкін емес. Осындай болып кеткен да. Сол сияқты біздің өкінішке орай Қазақстанда шындық айту деген нәрсе бір түрлі болып көрінген да. Шындықты баяғылар айтқан ол. Баяғылар айтқан. Қазір уақытта шындық айтатын адам жоқ деген мида иллюзия бар. Енді сен тұрып, көкем, шын айтам десең де бар ғой. Шын айтам дегенге сенбейді ғой. Сонда бір жақсы бір сөз естігем. Қанша жерден адал бола бер дейді. Бәрі бір керемет өтірік айтатын адамға қатты сенеді ғой адамдар дейді. Көрдіңіз ба? Бірақ енді пайғамбар саллаллаху алейхи сөзі бар ғой. Туралықта құрдымға бататындарны білесіңдер, бірақ сонда да тура болыңдар деп. Пайғамбар саллаллаху келген кезде адамдарға дінді таратуға қиын болған, өте аз адам қабылдаған. Неге? Шындық болған үшін. Көрдіңіз ба? Сол кезде қаншама алаяқтар болды, қаншама шарлатандар болды. Олардың айналасында адам көп болады. Әрқашан көп болады. Пирамидада адам көп па? Көп қой. Неге? Өйткені олар әдемілеп, өтірікті әдемі айтады, түсіндің ба? Адамдар өтірікке сенгісі келіп тұрады ғой, өтірікке сеніп тұрады да. Көрдің ба? Мені алдашы деп тұрғандай ма? Көрдің ба? Ана мені алдаса екен. Көрдіңіз ба? Мен соған сенейінші деп тұрады да. Әдемі сөздерге сеніп қалғанбыз ғой біздер. Қай уақытта соның арасынан бір шындық келіп тұрған кезде, қой айналайын. Сен ғой. Сонда шындықтың айналасында адам аз. Жақсылықтың жарнамасы жоқ деген осыдан шығар негізі. Не ғой, таң қалатының жаңағы еще шын айтсаң сенбейді, а еще оған бір көмектесетін конкретно былай істеуге болады десең, кәдімгідей сенбей қояды, не істейді? Олар үйінде көресің ғой, кейін не істеп жатқанын ісін қарасаң, чудо күтеді ғой кәдімгідей ше. Не болды? Бір нәрседен бір нәрсе бола салу керек.
бизнес бастай салу керек, как будто бизнесі фук кетіп біреу идея тастай салады, бизнес жүріп кете салады деген сияқты бір немен үйде салу керек, бүйте салу керек та ауызбен. Қазір мен 16 күн деп жатырмыз ғой, 16 күн емес, бір 2 күнде беріп тастасақ жақсы болатын еді бізге, негізінде ше, бізге жеңіл болатын еді. Айтатын айналайындар 16 күн шынаңдаршы, 16 күн бойы осы курсты оқыңдар десем, неге ол аз емес дейді. Мен қазір бүйтіп саламын, өтірік айта салайын деймін да, 2 күннің ішінде проблеманың бәрін шешесің. 2 күннің ішінде соны ашып берсек бар ғой, адамдар сенеді негізі. Бірақ мен өтірік айтқан боламын да. Ақшасын алып аламын. Бірақ мен өтірік айтқан боламын. Менің жүрегім тынышталмайды бұдан. Енді мен өзімді ойлап жатырмын қазір. Анау шынайы болсын, яғни шынайың айтайық деп беріп жатқан кезде олар өтпей алып жатыр. Мысалға, рассрочка деген нәрсе бар. Білесің ғой, бізден 1000 адам, 1000-нан астам адам рассрочка сұрайды. Сол курсты рассрочка берші дейді. Мен қазір рассрочка берсем, 1000 адам алайын деп тұр уже. Былай ақша алайын деп тұрмын да мен. Неге бермедім мен? Мен өзімді ойлап жатырмын негізі. Немді ойлап жатырмын? Мен қалтамды ойлап жатқан жоқпын. Менің ертең аяққа барған кездегі сұрағымды ойлап жатырмын. Және мен честность, яғни адал болу керек деген нәрсені ұстанып жатырмыз ғой. Соңға дейін ұстанайық деп жатырмыз да. Бұл да біздің Алла тағаланың беріп жатқан сынағы негізінде. Қаншаңға дейін шыдайды екен деген сияқты. Міне 1000 адам төлей алмай қалды мысалға. 1000 адам оқымай жатыр. Рассрочка бермегендіктен. Проблема жоқ. Егер мен өз сөзіме өзім қарсы шығатын болсам, бере салатын едім. Сондықтан соны түсінбейді адамдар, түсіндің бе? Мен айтамын, өзім мен рассрочка алмаңдар деп жатырмын. Өзім қарызға кірмеңдер деп жатамын да. Еще мен мынаған қалай рассрочка беремін? Мен сондайларды таң қаламын, шынымды айтайын. Болған қарызды қайтарудың курсын шығарып жатқан біреулер бар да. Біреулер бар, білмеймін, әлі көрген жоқпын. Бірақ естимін, 1-2 адамды естимін. Солар рассрочкаға өткізіп жатыр. Өздері қарызға кіргізіп жатыр. Көрдің ба? Ол қалай? Білмеймін. Еще рассрочканың темасын күшті жеткізеді ғой. Жақында мен бір не сатып алдым, айтпай ақ қояйын не екен. Сөйтіп 1 жылдық подпискасы осынша мың теңге тұрады дейді да. Мен оны 1 жылға алмай осы маған ай сайын бөліп тұтсам бола ма деймін да. Менің ойымда кәдімгідей бүйтіп ай сайын барып бүйтіп төлеу да. Ана тұрды болады дейді. Красавчик, әдемі екен дейді. Сосын бір кезде айтады, сен оны қазір төлемейсің, сен бір ай өтіп кеткеннен кейін барып төлейсің дейді да. Онда вообще күшті екен десем. Кәдімгі төлейін онда десем, Каспий номеріңіз осы номерде ма дейді, түсінбей қалдым. Я десем, сөйтсе маған счет оплата жіберіп тұр, рассрочка 12 айға ше. Андай күшті қылып реклама жасап әкеп тұр да, рассрочкаға кіргізу туралы. Менеджерлер звондап жатыр ғой. Қалай да алғызу керек та сенше, сол тауарды қалай да алғызу үшін рассрочканы әдемілеп қылып жеткізеді. Құрметті көрермендер, бүгін өзімізше бір күшті подкаст жасадық деп ойлаймыз. Егер де біздің осы беріп жатқан контентімізден сізге бір пайдалы, бір құнды ақпараттар бере алсақ, онда комментарийға жазып кетіңіздер. Не нәрсе ұнады біздің сөзімізден. Егер ұнамаған болса, оны да жазыңыздар. Жаман пікір, ол да пікір дейді. Біздің парақшамызға тіркеліп қойыңыздар. Мына жерде колокольчик тұрады, қоңырау белгісі, соны басып қойыңыздар. Бізде осындай подкасттар жиі шығып тұрады. Сіздерге пайдалы болу үшін, тегін сабақ сұрап жүргендер бар. Солар үшін біз жалпы сіз өзіңіздің рухани тұрғыдан, адами тұрғыдан, тұлғалық тұрғыдан дамуыңыз үшін біз осындай подкасттар шығарып жатамыз. Ол бір жағынан сізге де пайда, бізге де пайда. Сондықтан келесі подкастта кездескенше, қош сау болыңыздар.